сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге махаббат, байлық, ата-ананың қарсылығы және өмірді күтпеген сынақтар туралы әсерлі оқиғаны ұсынамыз. Оқиға ұнаса, соңына дейін тыңдаңыздар. Ал әңгімемізді бастайық. Алматы қаласында елімізге белгілі дәулетті кәсіпкер Ерлан мырза өмір сүрді. Оның жалғыз қызы Сабина бар еді. Сабина ештеңеден таршылық көрмей өсті. Қаладағы ең қымбат мектепте оқыды, кейін университетке бітірді. Әкесі қызының барлық жағдайын жасап қойған. Ерлан мырза қызының болашағын да жоспарлап қойған еді. Ол қызын өзімен деңгейлес, ауқатты отбасы баласына ұзатуды армандайтын. Бірақ тағдыр басқа жолды таңдады. Жазғы демалыста Сабина құрбысының ауылына қонаққа барды. Сол жерде ауыл мектебінде жаңадан жұмысқа орналасқан жас мұғалім Алдиярмен танысты. Алдиярдың байлығы жоқ еді, бірақ тәрбиесі, қарапайымдылығы, үлкенге құрметі Сабинаның жүрегін бірден жаулап алды. Күндер өте келе, екеуі бір-бірін ұнатып, кейін махаббаттары шынайы сезімге айналды. Бір күні Сабина батыл шешім қабылдап, ата-анасына: «Әке, ана, мен тұрмысқа шығатын жігітімді таңдадым» деді. Әкесі күлімдеп: «Қай отбасының баласы екен?» деп сұрады. Оның аты Алдияр, ол ауыл мектебінде мұғалім. Осы сөзді естіген Ерлан мырзаның жүзіндегі күлкі бірден жоғалып кетті. «Не дедің? Қарапайым мұғалім бе? Сен қалжыңдап тұрған шығарсың?» «Жоқ әке, мен оны шын сүйемін. Мен бұл некеге ешқашан келіспеймін». Үйдің ішінде ауыр үнсіздік орнады. Сабинаның сөзінен кейін үйдің іші үнсіз қалды. Ерлан мырза орнынан баяу тұрып қызына тіке қарады. «Сабина, мен сені осындай күн үшін өсірмедім бе? Миллиондаған дәулетіміз бар. Сенің алдында қаншама ауқатты жігіт жүр, ал сен ауылдан қарапайым мұғалім таңдадың ба?» «Әке, мен оның ақшасына емес, адамгершілігіне ғашық болдым». «Адамгершілікпен үй салынбайды. Отбасы тек махаббатпен өмір сүрмейді. Ертең қиналасың». Анасы да қызының жанына келіп: «Қызым, әкең айтқаны дұрыс шығар. Сен ондай өмірді көрген жоқсың. Ауылдың тіршілігі мүлде басқа» деді. Бірақ Сабина сабырмен: «Мен бәріне дайынмын, мама. Алдияр тастамаймын». Ерлан мырза ашуланып кабинетіне кіріп кетті. Есікті тарс жапты. Бірнеше күн бойы үйде ешкім дұрыс сөйлеспеді. Сабина қанша тырысқанмен әкесі райынан қайтпады. Сол күндердің бірінде Ерлан мырза Алдиярды үйіне шақырды. Алдияр ұқыпты киініп, үлкен үйдің табалдырығын аттады. Ол бірінші болып сәлем беріп, қолын кеудесіне қойып: «Ассалаумағалейкум аға». «Сәлеметсіз бе?» деп анасымен амандасты. Ерлан мырза суық жүзбен: «Отыр». Бірнеше секунд үнсіздік орнады. «Балам, сенің айлығың қанша?» «Мұғаліммін, жаңа жұмысқа орналастым». «Өз үйің бар ма?» «Жоқ, әке-шешеммен бірге тұрам». «Көлігің ше?» «Әзірге жоқ». Ерлан мырза мысқылдай күліп: «Сонда сен менің қызымды қалай асырайсың?» Алдияр еш қысылмай: «Байлыққа уәде бере алмаймын, бірақ қызыңызды өмір бойы сыйлап, ешқашан жылатпауға сөз беремін». Оның осы сөзі Сабинаның жүрегін одан сайын елжіретті. Ал Ерлан мырза терең күрсініп: «Сен жаман жігіт емессің, бірақ менің қызым мұндай өмірге лайық емес». Сол сәтте Сабина орнынан тұрып: «Әке, егер сіз рұқсат бермесеңіз де, мен Алдиярға тұрмысқа шығамын. Бұл менің соңғы шешімім». Ерлан мырза қызына ұзақ қарап отырды. Қызының райынан қайтпайтынын түсінді. Сабина әкесінің көзіне тіке қарап: «Әке, егер мені ақ батаңызбен ұзатпасаңыз да, мен бәрібір Алдиярдың жары боламын. Ол менің таңдауым. Қажет болса, өзім оның үйіне барып келін болып аламын» деді. Бұл сөзден кейін үйдің іші тып-тыныш болып қалды. Ерлан мырза ашуға булығып: «Егер осы есіктен шығып кетсең, енді бұл үйге қайтып келме» деп айғайлады. Сабинаның анасы көз жасына ерік беріп: «Қызым, асығыс шешім қабылдама, әкеңнің ашуы басылар» деп тоқтатпақ болды. Бірақ Сабина райынан қайтпады. Сол күні кешке Алдияр көлігімен келіп Сабинаны алып кетті. Қыз ата-анасына соңғы рет қарап: «Мен сіздерді бәрібір жақсы көремін. Бір күні түсінерсіздер» деді. Екеуі ауылға қарай жол тартты. Бірнеше сағаттан кейін Алдиярдың қарапайым ауылдағы үйіне жетті. Үйдің алдындағы Алдиярдың әкесі мен анасы күтіп тұр екен. «Келін келді» деген қуанышты дауыс ауылға тез тарады. Көрші-қолаң жиналып үлкен әжелер шашу шашты. Алдиярдың анасы Зейнеп апақ орамалын алып Сабинаның иығына жауып: «Қадамдарың құтты болсын, қызым. Бүгіннен бастап сен осы әулеттің келінісің» деп маңдайынан сүйді. Алдиярдың әкесі құшақ жая қарсы алып: «Біздің үй бай болмаса да жүрегіміз кең. Бақыттарың баянды болсын» деп ақ батасын берді.
Сабина мұндай шынайы ықыласты бұрын-соңды сезініп көрмеген еді. Көзінен еріксіз жас шығып кетті. Ал сол сәтте Алматыда Ерлан мырза үнсіз терезенің алдында тұрды. Қызым шынымен кетіп қалды деп ауыр күрсінді. Бірақ ол әлі алда болатын оқиғалардың бәрін білмейтін. Сабина ауылға келін боп түскеннен кейін осы уақыт ішінде ол енесі Зейнеп апамен бірге үйдің шаруасына араласып, аула сыпырып, шай дайындап, дастархан жайып жүрді. Байдың ерке қызы мұндай тіршілікке бұрын үйренбегенмен ешқашан қабақ шытпады. Бұл хабар көп ұзамай Алматыдағы Ерлан мырза мен жұбайы Мәдинаның құлағына жетті. Қызымыз шынымен сол үйде қалып қойды ма деп Мәдина уайымдап, барайық, өз көзімізбен көрейік, бәлкім райынан қайтарымыз деп. Ерлан мырза екеуі көліктеріне отырып ауылға жол тартты. Алдиярдың үйіне келгенде оларды қарапайым ғана аула қарсы алды. Ескі қоршау, шағын үй, бірақ үйдің іші тап-таза, ауласы жинақ еді. Зейнеп апа құдаларын жылы қарсы алып, келіңіздер, төрлетіңіздер деп дастархан жайды. Сабина ата-анасын көргенде қуанып құшақтады. Қызым, жинал, үйге қайтасың деді Ерлан мырза. Сабина жай ғана жымиып, әке, бұл енді менің үйім. Сен мұнда қалай тұрасың? Жағдайларын көріп тұрсың ғой? Әке, мен байлық үшін емес, Алдияр үшін келдім. Мадина да қызының қолынан ұстап, қызым, әлі де кеш емес, біз сені алып кетуге келдік. Анашым, уайымдамаңыз, маған бұл жерде ешкім жаман сөз айтқан жоқ. Қайта өз қыздарындай көріп жатыр. Ол кезде Зейнеп апа, құдалар, қызыңызды ешқашан ренжітпейміз, қолымызда барын береміз деді. Ерлан мырза үндемей үйдің ішіне көз жүгіртті. Расында тұрмыстары жұпыны болатын, бірақ ішінде сыйластық пен мейірім көріп, іште ойланып қалды. Соңғы рет сұраймын, қызым, бізбен бірге қайтасың ба деді ол. Сабина Алдиярдың қолынан ұстап, жоқ әке, мен күйеуімнің жанында қаламын. Бұл менің өз таңдауым. Бір күні сіздер де мені түсінерсіздер. Ерлан мырза ауыр күрсініп орнынан тұрды. Жүр, Мадина, қызымыз енді өз шешімін қабылдап қойған екен. Екеуі үнсіз көлікке отырып Алматы қарай жол тартты. Ал олардың артынан қарап тұрған Сабина жүрегінде бір ғана тілек тіледі. Тек әке шешем бір күні бізді қабылдаса екен. Сабинаның өз таңдауынан қайтпайтынын түсінген Ерлан мырза мен Мадина ақыры қыздарының бақытына қарсы тұрмауға шешім қабылдады. Қызымыздың көңілі тыныш болса болды. Ендеше келін боп түскен жеріне барып батамызды берейік деді. Алдиярдың ата-анасы қолдан келгенше шағын тойын ұйымдастырды. Ауылдың ортасында кең аулаға ақ шатыр құрылып, ұзын дастархан жайылды. Көрші-қолаң, ағайын туыс түгел жиналды. Қазанға ет асылып, бауырсақ пісіріліп, ауылдың ақсақалдар бата берді. Ән айтылып, домбыра шертіліп, жастар би биледі. Ондай қарапайым бірақ шынайы тойды бұрын көрмеген Ерлан мырза мен Мадина алғашында өздерін ыңғайсыз сезінді. Бірақ ауыл адамдардың ақ көңілін көріп, көңілдері жібіп сала берді. Тойдың соңына қарай Ерлан мырза орнынан тұрып, құрметті ағайын, бүгін қызымызды осы әулетке аманаттап отырмыз. Алдияр тәрбиелі, ибалы жігіт екен көзіміз жетті. Сондықтан жас отбасының болашағына өз сыйлығымызды жасағымыз келеді деді. Жұрттың бәрі тыныштала қалды. Ерлан мырза қалтасынан құжат салынған көк папканы шығарып Сабинаға ұстатты. Қызым, бұл Алматы қаласындағы 3 бөлмелі пәтердің құжаттары. Бұл біздің сендерге берген той сыйымыз, бақытты болыңдар. Бір сәтке бүкіл аула үнсіз қалды. 3 бөлмелі пәтер ме? Деп сыбырласты ауыл адамдары. Алдиярдың ата-анасы аң-таң болып не айтарын білмей қалды. Алдияр бір қадам алға шығып, аға, апай, мұндай үлкен сыйлық күтпедік. Сіздерге көп рахмет, сенімдеріңізді ақтауға тырысамыз деді. Мадина Сабинаны құшақтап, қызым, қайда тұрсаңдар да бақытты болыңдар, біздің тілегіміз осы. Сабинаның көзінен қуаныштың жасы төгілді. Ал ауыл адамдары, неткен жомарт құдалар, қыздарының бақытын бәрінен жоғары қойыпты деп риза болды. Дәл осы күні ешкім бұл сыйлықтан кейін жас отбасының өмірін қалай өзгертетінін білмеген еді. Той аяқталған соң Алдияр мен Сабина екі жақтың ата-анасынан ақ бата алды. Алдиярдың әкесі қолын жайып, балаларым, бір-біріңді сыйлап өтсеңдер, одан асқан байлық жоқ, адал еңбектен қашпаңдар, қайда жүрсеңдер де елге пайдасы тиетін азамат болыңдар деп ақ батасын берді. Зейнеп апа келіннің құшағынан қысып, қызым, барған жеріңде емес, өз үйіңде тұрасың, бізді ұмытпаңдар, бақытты болыңдар деп көзіне жас алды. Ерлан мырза да алғаш рет Алдиярдың иығына қолын қойып, балам, қызымды саған сеніп тапсырамын, бағын аш, ешқашан жылатпа деді. Ал Мадина қызының маңдайына сүйіп, қызым, қайда жүрсең де аман бол, сенің бақытың біздің бақытымыз деп шығарып салды.
Келесі күні жас жұбайлар Алматыға жолға шықты. Ұзақ жолдан кейін Мадина сыйлаған 3 бөлмелі пәтердің алдына келді. Сабина есікті ақырын ашты. Іші кең, жарық, әрі әдемі екен. Терезеден Алматының көрінісі алақандай көрініп тұрады. Алдияр үнсіз айнаға қарап, Сабина, ата-анаңа бізге үлкен сенім артты. Осы сенімді ақтауымыз керек деді. Әрине, біз бәріне өз еңбегімізбен жетеміз деп жауап берді Сабина. Келесі аптада Алдияр Алматыдағы мектептердің біріне мұғалім болып жұмысқа орналасты. Ал Сабина да өз мамандығы бойынша жұмыс іздей бастады. Екеуі күн сайын ерте тұрып, жаңа өмірлерінің адал еңбекпен бастады. Бірақ ауылда қалған Алдиярдың ата-анасы ұлдарына ештеңе айтпаса да, тұрмыстары бұрынғыдай қиын еді. Ал бұл қиындыққа көп ұзамай жас отбасының өмірінде әсер ететінін олар әлі білмейтін. Көзді ашып жұмғанша бір жыл өте шықты. Алдияр мен Сабина Алматыдағы жаңа өмірлеріне үйреніп кетті. Алдияр мектепте беделді мұғалімдердің біріне айналды. Сабина да тұрақты жұмысқа орналасып, екеуі тату-тәтті өмір сүріп жатты. Бірақ Алдиярдың ауылдағы ата-анасының тұрмысы сол баяғы қалпында еді. Ескі үй, жаңбыр жауса төбесінен су тамады. Қора-қопсы да тозып кеткен. Соған қарамастан олар балаларына ешқашан мұңын шаққан емес. Жаз келіп, екеуі айлық еңбек демалысына шықты. Бір күні кешкі ас үстінде Сабина: Алдияр, демалыс бойы шетелге немесе демалыс орнына бармай-ақ қояйық. Оның орнына ауылға барып ата-анаңа көмектесейік. 2 ай бойы қастарында болайық деді. Алдияр қуанып: мен де осыны айтқалы жүр едім. Әке-шешем бізді қатты сағынған шығар. Екеуі ертеңінде жолға дайындала бастады. Көліктеріне керек жарақтарын, азық-түліктері мен ата-аналарына арнап алған сыйлықтарын тиеп ауылға қарай жол тартты. Ауылдың шетіне кіргенде Алдияр: менің туған ауылым, осында балалық шағым өтті деді. Үйдің алдына көлік келіп тоқтаған сәтте Зейнеп апа сыртқа жүгіріп шықты. Балаларым келді деп қуаныштан көзін жас алды. Алдияр әкесін құшақтап, анасының қолынан сүйді. Сабина да енесін құшақтап: анашым, осы 2 ай сіздермен бірге боламыз. Қолымыздан келгенше көмектесеміз деді. Зейнеп апа қуаныштан: сендер келгендерінің өзі үлкен көмек, қарақтарым деп мейірлене қарады. Бірақ Сабина үйдің ішіне кіргенде төбеден тамған судың ізін, ескірген жиһаздарды көріп, жүрегі шым ете қалды. Осы үйде әке-шешесі қанша жылдан бері тұрып келеді екен деп іштей ойланды. Сол түні Сабина ешкімге білдірмей бір шешім қабылдады. Ауылға келгендеріне бірнеше күн болған соң Сабина Алдиярға өз ойын айтты. Алдияр, демалысқа жай келіп жатқан жоқпыз ғой. 2 ай бойы ата-анаңа көмектесейік. Ең алдымен мына үйді жөндеп шығайық. Алдияр күлімсіреп: мен де осыны ойлап жүр едім. Ендеше ертеңнен бастап кірісейік. Ертеңінде таңертең екеуі аудан орталығына барып құрылысқа қажетті барлық материалдарды сатып алды. Үйдің ескі шатырын жаңасын ауыстырды. Қабырғаларын сырлап, төбесін түгел жөндеді. Сынған есіктердің орнына жаңа есіктер орнатылды. Ескі ағаш терезелердің орнына заманауи пластик терезелер салынды. Үйдің едені жаңартылып, бөлмелер жаңа түс қағазға жапсырылды. Сыртқы қоршау түгел ауыстырылып, темір қақпа орнатылды. Ауладағы ескі қора-қопсықты да ретке келтірді. Сабина гүлдердің көшеттерін әкеліп, аулаға түрлі түсті гүлдер отырғызды. Жолдың 2 жағына тас төсеп, аулаға орындық қойғызды. Бір апта өтпей жатып, бұрынғы ескі үй адам танымастай өзгерді. Көрші-қолаң күнде келіп, мына үйге не болған, тіпті жаңа үй сияқты болып кетті ғой деп таңданыстарын жасыра алмады. Зейнеп апа күнде көзіне жас алып: қызым, мұның бәрін не үшін істеп жатырсың деп сұрады. Сабина енесінің қолынан ұстап: анашым, сіздер осының бәріне лайықсыздар. Бізге берген тәрбиелеріңіздің алдында бұл түк те емес деді. Алдиярдың әкесі көзіне жас алып: балам, осындай берекелі келін бұйырғанына Аллаға мың шүкір, үйге құт кірді. Береке келін деген осы екен ғой деді. Сол күні кешке 4 адам аулада шай ішіп отырды. Үйде жаңарған аула да жайнап кеткен. Бірақ Сабина үйдің жанындағы ескі сарайға қарап тағы бір ойға батты. Бұл тек бастамасы ғана. Мен ата-аналарына бұдан да үлкен қуаныш сыйлаймын деп іштей өзіне уәде берді. Үйдің жөндеу жұмыстары толық аяқталды. Жаңарған үйге кірген Зейнеп апа мен жолдасы ұзақ уақыт үнсіз тұрды. Әке, ана ұнады ма деп сұрады Алдияр. Зейнеп апаның көзіне жас келіп: бала, мұндай әдемі үйде тұрамыз деп ешқашан ойламаппыз. Алла екеуіңе разы болсын деді. Сабина енесін құшақтап: анашым, бұл сіздердің еңбектеріңіздің өтеуі ғана. Келесі күні Алдияр мен Сабина қарап отырмады. Аулада ескі қораның орнына шағын жаңа қора салдырды. Тауықтарға
бөлек орын жасап, мал қораны да жөндеп берді. Бақшаға жеміс ағаштарының көшеттерін отырғызды. Алманың, алмұрттың, өріктің жас көшеттері аулаға ерекше сән берді. Көршілер келіп, осы үйге құт қонды. Сабина келгеннен бері бәрі өзгеріп кетті деп сүйсініп жүрді. Бір күні кешке Сабина мен Алдияр аулада шай ішіп отырды. Сабина ойланып отырып, Алдияр, бір нәрсе айтсам ренжімейсің бе? Айта бер. Үйді жөндедік, бірақ атаның табысы әлі де аз. Біз Алматыға кеткен соң қайтадан қиналып қалмайсы екен деп уайымдап отырмын. Алдияр ауыр күрсінді. Мен де соны ойлаймын, бірақ қолдан не келеді? Сабина күлімсіреп. Қолдан көп нәрсе келеді, бірақ оларға тек үй емес, тұрақты табыс тауып беретін жол ойлауымыз керек. Алдияр таңырқап, қалай? Менде бір жақсы жоспар бар. Егер жүзеге асса, әке-шешеңіз ешкімге алақан жасамайтындай болады. Алдияр қызыға қарап, қандай жоспар? Сабина жымиып, әзірге айтпаймын. Алдымен бәрін анықтап алайын. Сосын ғана да ата-анамызға тосын сый жасаймын. Алдияр алғаш рет әйелінің үлкен жоспар ойлап жүргенін сезінді. Ал бұл жоспар бүкіл ауылды таңғалдыратын еді. Сол түні Сабина ұйықтай алмады. Ойында бір ғана жоспар болды. Таңертең ол Алдиярға, мен шешім қабылдадым. Әке-шешеңе тұрақты табыс әкелетін кәсіп ашамыз деді. Қандай кәсіп? Ауылда наубайхана ашамыз. Алдияр сәл ойланып, бірақ біздің ауыл кішкентай ғана ғой. Нанды бәрі өздері пісіріп, немесе ауданнан әкеледі. Бұл кәсіп жүре ме? Сабина жымиып, алдымен байқап көреміз, еңбек етсек бәрі болады. Көп ұзамай екеуі бос тұрған ескі қораны толық жөндеп, шағын наубайхана цехын айналдырды. Жаңа пештер әкелді, қамыр илейтін құралдарды орнатылды, іші әппақ болып жөнделді. Зейнеп апа алғашында сенбей, қызым, мұның бәрін ақша шығындап қайтесіңдер, ертең нан өтпей қалса ше деді. Анашым, қорықпаңыз, бір бастайық, қалғанын уақыт көрсетеді, деп Сабина күлімсіреді. Алғашқы күндері бар болғаны 100 бөлке нан пісірді. Таңертең Алдияр көрші ауылдағы дүкендерге аралап шықты. Жаңа піскен ауыл нан керек пе деп ұсыныс жасады. Алғашында дүкен иелері күмәнмен қарады. Бірақ нанның дәмін татып көрген соң, осындай сапалы нан әкеліп тұрсаңдар, міндетті түрде аламыз деді. Келесі күні 100 бөлкенің бәрі сатылып кетті. Бір аптадан кейін тапсырыс 2 есеге көбейді. Бір ай өтпей жатып, тек өз ауылының емес, көрші ауылдардың дүкендері де бізге де күнде нан жеткізіп тұрыңдар деп тапсырыс бере бастады. Наубайхана таңғы 4-те жұмысын бастап, кешке дейін тыным таппайтын болды. Зейнеп апа мен Алдиярдың әкесі күн сайын қуанып, осындай күнді көреміз деп кім ойлаған деп Аллаға шүкіршілік етті. Ал Сабина күлімсіреп, бұл әлі бастамасы ғана. Алла қаласа, осы цехты үлкейтеміз, ауылдың жастарына жұмыс береміз деді. Бұл сөзді естіген Алдияр таңырқап қарады. Өйткені ол әйелінің бұдан да үлкен арманы бар екенін енді ғана түсіне бастаған еді. 2 айлық демалыста зымырап өте шықты. Алдияр мен Сабина Алматыға қайтатын күнде келді. Кетердің алдында Сабина енесі Зейнеп апа мен қайынатасына, анашым, әке, сіздер енді бұрынғыдай таңның кешке дейін ауыр жұмыс істемейсіздер, өздеріңізді күтіңіздер деді. Зейнеп апа күлімсіреп, қызым, наубайхананың жұмысы ауыр ғой, біз екеуміз қалай үлгереміз деді. Сабина жымиып, мен оны ойлап қойдым. Сол күні ауылдан жұмыс іздеп жүрген 2 келіншек шақырды. Бүгіннен бастап екеуіңіз наубайханада жұмыс істейсіздер. Ай сайын тұрақты жалақыларыңызды алып тұрасыздар деді. 2 әйел қуанып қайта-қайта алғыстарын айтты. Алдияр әкесіне қарап, әке, сіз енді ауыр жұмыс істемейсіз. Таңертең дайын болған нандарды дүкендерге жеткізіп берсеңіз болғаны. Қалған жұмысты жұмысшылар атқарады. Қайын атасы үйінсіз ғана ұлының иығынан қақты. Балам, біз мұндай күнді көреміз деп ойламаппыз. Арада бірнеше ай өтті. Наубайхана күн сайын 100-деген бөлке нан пісіретін болды. Тек өз ауылына ғана емес, бірнеше көрші ауылдың дүкендеріне де нан жеткізілді. Тапсырыс көбейген сайын табысы артты. Ауыл адамдары Сабина келгелі бұл әулеттің бағы жанды. Өздері ғана емес, ауылдың адамдарына да жұмыс берді деп ризашылықтарын білдіріп жүрді. Бір күні кешке бүкіл отбасы аулада шай ішіп отырды. Зейнеп апа Сабинаның қолынан ұстап, қызым, сен біздің шаңырағымызға келін болып емес, бақ болып келдің. Алла саған разы болсын деді. Қайын атасы да, берекелі келін деген осы екен. Үйімізге құт кірді, кәсібіміз жүрді, балаларымыз бақытты болды. Біз сендей келінге өмір бойы алғыс айтамыз деді. Сол сәтте Ерлан мырза мен Мадина да ауылға келді. Ерлан мырза наубайхана жаңарған үйді, жүздері балбұл жанған құдаларын көріп, қызын мақтанышпен қарады. Қызым, кезінде сенің таңдауыңа қарсы болған едім, бүгін түсіндім. Байлық адамның қалтасында емес, жүрегінде екен. Сабина әкесін құшақтап,
Әке, отбасы бір-біріне жақсылық жасағанда ғана бақытты болады деді. Осылайша екі отбасы бір-біріне бұрынғыдан да жақын болып татулықта өмір сүрді. Әңгімеден не түйдіңіз? Байлық уақытша, ал сыйластық, еңбекқорлық, мейірім мен адамгершілік мәңгілік байлық. Үйге береке кіргізетін дүние қымбат сыйлық емес, ақылды, қамқор келіннің жүрегі. Берекелі келін бүкіл әулеттің бақыты. Осы оқиғадан не түйіндіңіз? Сіз қалай ойлайсыз, Сабина дұрыс таңдау жасады ма? Байлық маңызды ма әлде адамгершілік пен еңбекқорлық па? Ал сіз осындай берекелі келін туралы қандай пікір айтасыз? Осындай келін әр шаңыраққа бұйырсын деп тілейсіз бе? Пікіріңізді міндетті түрде комментарийға жазыңыз. Сіздердің әр пікірлеріңізді оқимыз. Егер әңгіме ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны қосуды ұмытпаңыз. Келесі әсерлі оқиғада аман-есен жүздескенше сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Аман-есен болыңыздар.